Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бауырды үй жағдайында қалай тазалауға болатынын айтатын боламын. Таза қан, таза бауыр. Дұрыс тамақтанбау, алкоголь, темекі біздің бауырымызды құртады. Қаныңызды токсиндерден тазалайтын емдік суды ұсынамыз. Ол үшін сізге мейіз керек. Мейізді сатып алмас бұрын түсі мен пішініне мән бергенім үшін. Табиғи мейіз жылтырап тұрмауы керек. Мейіз аса қатты және өте жұмсақ болмауы тиіс. Мейізден жасалған емдік суды кешкі уақыттан бастап жасаймыз. Дайындау үшін бізге 150 мл су, 2 ас қасық мейіз керек. Алдымен мейізді тазалап жуып алыңыз. Сосын суды отқа қойып, қайнаған кезде мейізді саламыз. 20 минут бойы жақсылап қайнатып алыңыз. Таңға дейін бөлме температурасына қойыңыз. Таңертең аздап жылытыңыз. Бұл суды аш қарынға күнделікті ішіңіз. Жарты сағаттан соң тамақтануға болады. Өз кезеңінде сұлы жармасы да көмек бере алады. Сұлы адам ағзасына жағымды әсер ететін дәнді дақыл. Оның құрамындағы көптеген маңызды заттар жүйелер мен мүшелердің, әсіресе асқазан ішек жолдары мен бауырдың жұмысын тез қалпына келтіреді. Оның негізгі қызметі қан айналым жүйесінің зиянды токсиндерді шығару болып табылады. Сондықтан бауырды сұлы майымен тазарту тиімді халықтық құрал болып табылады. Бауыр токсиндермен күресуге ғана емес, сонымен қатар метаболикалық процестерге ас қорытуға және маңызды ферменттер өндірісіне белсенді қатысады. Емдеу тиімді болу үшін белгілі бір шарттарды сақтау маңызды. Содан кейін үйде сұлы қосылған бауырды тазарту ағзаға пайда әкеледі. Емдеу тиімді болу үшін алдымен бірнеше күн бойы диета ұстауыңыз қажет. Сосын денені тазарту үшін сұлы ішуді бастамас бұрын 1 күн ораза ұстаңыз. Бауырға арналған сұлы сорпасы өңделмеген дәндерден дайындалу керек. Бауырды осы әдіспен тазарту әр күзде және көктемде жүргізілу керек. Дәл сол кезде ағза қоректік заттардың жетіспеушілігін сезінеді. Есіңізде болсын, егер де қатты ауырып тұрсаңыз, үйде өз бетінше ем қабылдау қауіпті. Сол үшін дәрігерге көрінуіңізді дұрыс деп санаймын. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.